Сәлеметсіздер ме? Мен Сизас Талғат Мұратұлы, Шалтай Смолов атындағы физика-математика мектеп-интернатының физика пәнінің мұғалімімін. Қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестке дайындық барысында теориялық сұрақтарды қарастыру бойынша біз сіздерге дайындық сабағын ұсынғалы отырмыз. Кез келген білім алушы ұлттық бірыңғай тестте жоғары балл жинауды қалайды және соған қарай жұмыс жасайды. Соған қатысты көптеген кездесетін теориялық сұрақтарды және осыған байланысты тесттер көп тапсыру қажет. Кез келген білім алушы жоғары балл жинау үшін білім ленд ресурстарын және соның ішінде ITS ресурстарын тапсырып, теориялық сұрақ ретінде қарастыруға болады. Соның ішінде тақырып бойынша және тест бойынша қарастыру және сол бойынша балын жинаған балын және сонымен қатар қатемен жұмыстарын жүргізуге болады. Алдағы ұлттық бірыңғай тестте кез келген оқушыларға сәттілік тілеймін және жоғары балл жинауына тілектеспін. Байқауға қатысушы барлық қатысушыларға тек қана сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде сабағымыз, магнит өрісіне қатысты ұлттық бірыңғай тестте кездесетін теориялық сұрақтарды қарастыратын боламыз. Қазір сіздермен бірінші топқа бөлініп алсақ, сол себепті сіздерге таратылған парақты әрқайсымыз ұстасақ. Енді біз қазір топқа бөлініп болдық. Енді осы магнит өрісіне қатысты теориялық сұрақтарды Твик білім ресурсынан бір бейнеролик көретін боламыз. Қазір тамашалайық. Дегенмен оның бағыт-бағдар алуымызға, айналамыздағы әлемді естуге және ағзамызды жақсырақ түсінуде көмегі зор. Тұрақты магнит әдетте темір, никель немесе кобальт секілді металл тілімдерінен жасалады. Өйткені олар магнит өрісіне ие. Өріс шеткі бөліктерге, яғни полюстерге қарай күшейе береді. Және магниттің әрдайым екі полюсі бар, солтүстік және оңтүстік. Қарама-қарсы магнит полюстері бір-біріне тартылады. Ал ұқсас полюстер керісінше бір-бірінен тебіледі. Магнит өрістерін түрлі мақсатта қолдануға болады. Қоқыс тастайтын жердегі мына металл сынықтары электромагнитке тартылады. Құрметті оқушылар, қазір бейнебаян көріп болдық. Енді осыған байланысты магнит дегеніміз не және магниттің полюстері, магниттерді қай жерде қолданамыз, физикадағы ұғымы қандай, сол туралы қысқаша ойымызды айтып кетейік. Бірінші топ. Біз негізі магнитті жалпы шаруашылықта қолданамыз. Неше түрлі мусорларды өңдегенде тартқанда және де магниттің екі полюсы бар. Оңтүстік және солтүстік полюстар. Магнит өрісін біз қолмен ұстап, көзбен көре алмаймыз. Және оны бізге тек бағдар көрсетуге қолданамыз. Және ол темір, никель деген металдардан жасалады. Және полюстер әртүрлі магниттер бір-біріне тартылады, ал бірдейлері керісінше тебіледі. Және магниттің қасиеті, олар оны кесіп тастаса да өзінің қасиетін жоғалтпайды. Құрметті оқушылар, қазір біз осы Твик білімнен көрген бейне арқылы біз қазір Kahoot-тан тест шешеміз. Соған байланысты магнит өрісіне қатысты тестке барлығымыз kahoot.it сайтына кірейік. Құрметті оқушылар, қазір Kahoot-тан біз тест бойынша көрдік, талдап, Твик білімнен енді біз қазір практикалық жұмыс жасаймыз, яғни
білімленд ресурсынан бейнебаян көріп, соған байланысты жаттығу жасайтын боламыз. Енді бейнебаянды көрейік. Бағын бір-біріне перпендикуляр болатындай етіп орналастырамыз. Осы жағдайда бас бармағымыз электр қозғаушы күштің бағытын, сұқ саусағымыз магнит өрісінің күш сызықтары солтүстік полюстен оңтүстік полюске бағытын және ортаңғы саусағымыз өткізгіш арқылы өтетін, нақтырақ айтсақ, магнит өрісіне орналастырылған өткізгіштің бөлігі арқылы өтетін тоқтың бағытын көрсетеді. Үш саусағымыз бір-біріне қатысты орындарын өзгертпейді. Олар әрқашан бір-біріне перпендикуляр болып қалады деген шартпен біз қолымызды кез келген бағытта қозғай аламыз. Өткізгіш магнит өрісінің күш сызықтарына параллель орналасқан болса, оған электромагниттік күш әсер етпейді. Бауыржан, бізде электромагнит күштің бағыты көрсетілген, яғни оны қалай анықтадың? Бізде солғыр ережесі бойынша күштің бағыты бізден ары. Тоқтың бағытқа жақыр бағытталған? Жоғары. Жоғары бағытталған. Сонда қай бағыт дұрыс болады бізде? Бізден ары. Апарып қойып орнына. Жақсы, онда келесі тапсырма орындай береміз. Өткізгіш арқылы өтетін токтың бағытын анықтау керек. Яғни бізде күштің бағыты қай жаққа бағытталып тұр? Күштің бағыты бізге қарай бағытталып тұр. Енді тоқтың бағыты. Тоқтың бағыты қай жаққа бағытталған? Оныкі солға. Солға қарай бағытталған, енді апарып қойып. Сонда өткізгіш арқылы өтетін токтың бағыты қай жаққа бағытталған? Солға қарай. Жақсы, рахмет. Полюстерінің, яғни бағыттарын анықтауымыз керек. Қай полюс қай жаққа бағытталған? Соны көрсетсек. Солғы ережесі бойынша күштің бағыты алақанды тоқ бізге қарай бағытталған, күш оңға қарай, демек алақан N-ға қарап тұр, демек үсті N, асты S болады. Апарып қойып орнына. Жақсы? Жауап дұрыс. Рахмет. Енді құрметті оқушылар, енді жаңа біз Kahoot бойынша тест тапсырдық, және енді қазір біз ITS бойынша тест тапсырамыз. Соған байланысты ITS-тің теориялық сұрақтарын тоқталып кетсек. Енді ампер күшінің бағытын қалай анықтаймыз? Егер ұлттық бірыңғай тестте сұрақ бойынша келетін болса, бағыты бойынша 4 саусақ бізде тоқтың бағыты болып табылатын болды. Және бас бармағымыздың ненің бағыты болып табылатын болды? Күштің бағыты, ал индукциясы векторы қай жаққа қарай? Яғни алақанымызға перпендикуляр болып кіреді. Яғни біздің көрсетілген бойынша ампер күшінің бағыты бас бармағымыз, 4 саусағымыз тоқтың бағыты, және вектор алақанға перпендикуляр кіретіндей бағыттаймыз. Түсінікті ме? Соған байланысты қазір ITS-тен тест тапсырамыз. Бүгінгі сабаққа байланысты қорытынды сабақ ретінде соған байланысты балдарыңызды талдайтын боламыз және қатемен жұмыс жасаймыз.
бірінші есепте қай жерден қате кетіп қалыпсың? арифметикалық қате Қандай формуламен шығады бұл жерде негізі? F Төмен түсіре бер. F ампер күші ол IBL. Индукция. синусоид. Бізде есептің шарты бойынша нені табу керек бұл жерде? Индукциясын табу керек, күш және ұзындығы және тоқ берілген. Сонда жауабы қанша болды екен? 0,8 Тесла. Ал сен 0,8 билет қойсың, Жақсы, келесі сұрақты өтеміз. Ермек, қанша бола алыпсың? 9-дың 6-ын жинапсың, қанша пайыз? 67%. Енді қатемен жұмысқа өтейік. Қатемен жұмыс. Бірінші сұрақ бойынша дұрыс екен. Келесі сұраққа көшейік. Келесі сұрақ бойынша қате сұрағын тауып алайын. Мына жерден қарама-қарсы бағытта. Бағана біз бейнебаянда көргендей, параллель және қарама-қарсы тоқтардың бағыттарын өзара әрекеттескенде тебіледі немесе тартылады дедік, Сонда сенде бір жауабы қате кетті, яғни қарама-қарсы бағытта қозғалады деген. Енді біз айтесті тапсырып бітсек, қазір осы туралы қатемен жұмыс жасап болдыңдар. Соған байланысты біз қазір өз ойымызды, яғни ашық микрофон дейміз, өз ойымызды айтып кетсек, яғни 2 жұлдыз, 1 ұсыныс. Бүгінгі сабағымызда біз физика пәнінен сол қол ережесін үйрендік. Және де бұған бізге BLIMLand порталы көмектесті. Және де ол жерде біз өзіміздің білімімізді шыңдап тесттер тапсыра аламыз. Тест менің болашақ мамандығымның пәні бойынша маған көп көмектерін тигізеді. Және де олардың бейне баяндары бізге түсінікті және де қысқаша түсіндіріп береді. Бүгінгі біздің сабақ маған қатты ұнады, және де видеороликтер арқылы мен жаңа тақырыпты еркін меңгере алдым. Жинаған жалпы балымның проценті 80-ге жетіп отыр. Маған тағы да жұмыс істеу керек. Алдағы уақытта осы BLIMLand сайтына кіре отырып өз білімімді шыңдаймын. Осы сабағымыз бізде өте керемет өтті деп айта аламын. Осы сабақта біз BLIMLand сайты арқылы өзімізге қажетті ақпарат ала алдық, және BLIMLand бізде тағы да өзінің тест, видео сабақтарымен бізге ұбт-да жақсы бал алуға көмектеседі.